Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қайырлы кеш баршаларыңызға. Бүгін біз Әділет Рахметолла бауырым екеуміз кішігірім тікелей эфир жоспарлап жатыр едік. Мінекей Әділет те қосылып жатыр. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қаларыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Әділет, мен запись сақталады ғой, артынан кейін көріп жатар, біз жаймен деп өзіміздің эфирімізді қош келдіңіз біздің эфирге. Көңіліңіз бәрі жақсы ғой, отырысыңыз бәрі жайланып отырып алдыңыз ба? Енді мынау кішігірім мен бағанадан бері сәл мағлұмат жинақтым. Мобилография деген ұғым өзі 21 ғасырдан бастап осы телефондар қалай, телефондардың жанына фотоаппараттар қалай қосыла бастады. Содан бастап мобилография даму үстінде екен, әлі дамып жатыр, өзінің дамуы шегіне жеткен жоқ дейді. Қандай мөлшерге дейін дамуы көп адамдар әлі білмейді да, ол қаншалықты қалай болатынын. Енді бірінші сұрақ қой Әділет саған, өзің как профессиональный фотограф ретінде, сен өзің негізі менің білуімше мобилографиямен тоже айналысасың, шұғылданасың? Айналысамыз, Негізі қалай ойлайсың? Бірінші сұрақ саған, мобилография қызық па, жоқ әлде профессиональный телефонмен түсірген саған қызықтау ма? Енді маған екеуі де қызық қой. Мысалы, мобилография ол тез жұмыс істеуге жақсы да. Уақыт үнемдейсің, қаншама уақытында үйге келіп, ноутбукқа салып, ноутбуктан компьютерге салып, жаңағыдай көп уақыт алмайсың. Мысалы, телефонмен түсірдің, телефонмен монтаждайсың, жол жөнекей жасап тастайсың да, сала бересің, уақытты ұмытасың, тез қимылдайсың. Мобильность дейді ғой, соны ұтымды пайдаланасың. Енді ол кәсіби, мысалы, аппараттармен пайдалану, бірақ ол енді асықпай істейсің, бірақ ол да бір сапалы нелер алып келесің. Бірақ уақыт жағынан кішкене, мысалы, сотымен жұмыс жасауға жетпейді. Сондықтан қазіргі уақытта екеуін де алып жүрмін ғой негізіне. Жалпы, мысалы, үйге блок болады, мысалы, профессионал түсірсең, үлгере алмай қаласың, мысалы. Ол кезде телефонмен қолдану керек болады да. Телефонның өзінде стабилизатор бар, телефонның өзінде жаңағыдай видеоға түсіре бересің да, фото түсіре бересің, мысалы. Сондай бір тез жұмыс жасайтын нәрсе бар да. Сондай мобильный жасайды. Негізі мобильный телефон болашақта сенің қолыңдағы профессиональный фотоаппараттарды алмастырып кетуі мүмкін ба? Сенің ойынша, как фотограф ретінде. Енді 4-5 жыл бұрынғы шыққан гаджеттер, мысалы, сол Android болсын, iPhone болсын, олардың сапасы әлде қайда кішкене төмендеп еді. Қазіргілердің сапасы 11 болсын, iPhone болсын, Huawei болсын, саған алдыда келе жатқан, болсын, Samsung болсын, олардың шынымен де камералары қарқын өте қатты дамып баратыр да. Осыдан бір 10 жыл бұрын адамдар бүйтіп ойламайтын да, бүйтіп қазіргідей бір мобильный телефонмен суретке түсіруді, мобильный телефонмен бір клиптер түсіру, мобильный телефонмен бір передачалар жасау деген сияқты нәрсені елдер ойланбайтын. Қазір ол қазір дүниені алмастырып жатыр да. Анша-мұнша телевидениеге сюжет түсіп салып жіберуге болады камерамен. Болашақта мысалға мүлде сенің ойынша. Мысалға фотоаппараттар ол өз фотоаппарат өз нәрсесі істейді. Әлде бұдан артық дами береді. Алдағы мысалы бір 10 жылдарда даже кәдімгідей бағдарламаны телефонмен түсіре беретін, мысалы видео, фотомен түсіре беретін жағдайға келеді. Ал мысалы кәсіби фотоаппараттардың өзінің несі бар, өзінің деңгейі бар. Мен ойлаймын, мысалы алыстағы движение, мысалы бір қатты бір жүгірген, мысалы аттың шапқаны, мысалы футболистердің ойнағандары, мысалы соны түсіру үшін мысалы кәсіби фотоаппарат керек болған. Үлкен объективтер, мысалы алыстағы нәрсені, мысалы аңды түсіру үшін, бір айды түсіру үшін, бір таудың үстіндегі бір жануар түсіру үшін бір сотканың несі жете қоймайды оған бір ұзын кәдімгідей бір жарты метрлік объективтер болады, солармен түсіресің. Оларды енді аламайтын шығар, бірақ енді басқа мысалы общий план, мысалы оларды мысалы алады деп ойлаймын. Қазір де алып жатыр ғой. Сапасы күннен
телефонның өзіне жаңағыдай сен айтқан сияқты объективтер ойланып тауып ол бір алыстағы нәрсені алып түсіруі мүмкін ғой, жалғанып бірдеңемен. Сондай нәрсе ойламайсың ба? Ондай нәрсе болып кетуі мүмкін. жоқ, ондай нәрсе көреміз уақытында. Жақсы. Әлбет келесі сұрақ. Енді көбінесе мобильный телефонға мысалға фотоаппаратың өшіп тұр, фотоаппаратың өшіп тұр, сен қолыңда телефоның бар, бір қызық нәрсе көріп қалдың, қызық кадр көріп қалдың. Алдында суретке фотоаппаратпен түсірейін деп жатсың. Ең бірінші түсірейін деп нені ескересің? Сен нені ойлайсың бірінші? Дауысыңыз дұрыс естілмей қалды қарайды. Мысалы да сен фотоаппаратың, қолыңдағы бар фотоаппаратың не қылды да, дайын емес, қосылып тұрған жоқ. Бірақ та күшті кадр көріп тұр, телефонға түсіріп алайын деп жатсың. Ең бірінші телефонға фото түсіретін кезде ескеретін қандай нәрселерің бар? Не ескересің? Ең бірінші мынаны ескерту керек айтпақшы. Ең басты ескерту фотоаппаратыңыздағы камерасын сүртуді ұмытпаңыз. Ең бірінші ескеру. Қалтаңызда ол қол ұстай санау болады, бетін байланады, бұлғанады. Ең бірінші ескерту камераңыздың бетін сүртуді ұмытпаңыз. Тез арада тастап, үстіңізде киіміңізбен бұл материалды сүрте бересіз. Одан кейін барып план алмайсыз. Әдемі. Мысалы, мен шынымен де сондай, егер мысалы үлгере алмай жатсам, соткаға жүгінемін, ұялы телефонға жүгінемін. Резко жұмыс жасау үшін қостың, блокировканы шығардың, камера қосын тастап сүресіз. Ал сен фотоаппаратты шығарасың, оны настройка жасайсың, оны ол нәрсе кетіп қалуы мүмкін да, қызық. Сол мобилографияның дамуы дейді да, жаңағы мен оқып отырмын да, біраз мақалалар оқыпсам бағанадан бері. Кешірек бастағанымызда пайдасы тиді ма деп қоямын. Мобилографияның бір жақсылығы действительно мобилді дейді да. Ол былай қостың, экранын қостың, камераны қостың, тартып түсірдің, болды дейді да. Ал сен ол мысалы фотоаппарат қосып, сен оның фокусын қойып, оны не қылғанша сенің түсірейін деп жатқан планы қашып кетуі мүмкін, тағы бір нәрсе өзгеріп кетуі мүмкін, өтіп кетуі мүмкін дейді да, оның бір артықшылығы. Үнемі қолыңда дейді да. Көп адамдардың қазір қолында жүреді ғой, мобильный телефон. Одан кейінгі мәселе, мысалға көрермендер көріп отыр ғой, көретінде шығар, алда пока 5-6 адамның төңірегінде аз да болып отыр сол. Елдерде қосылып алмай жатыр ғой деймін. Мысалға, сені ескеретін нәрсе телефонмен сурет түсірейін деп жатқан кезде кадрды именно неге байланысты, неге қарап таңдайсың? Кадр таңдау мәселесі. Сурет түсірейін деп жатқан кезде кадр негізінде табиғатта, далада негізі жақсы шығады суреттер. Мысалы, бұлтты кезде өзінің бір әдемі шығады. Көбісі мен мына нәрсені жақсы көремін. Отражение, судың мысалы бетіп, через су арқылы түсірген жақсы көремін. Алдына бір зат қойып, мысалы бір жапырақты қойып, или бір неше түрлі бір зат қойып, стеклянный заттарды қойып, мысалы арғы план түсірген жақсы көремін. Мен неше күннің мысалы батқаны кеш закат дейді. Закаттар күніне ол әдемі бата бермейді, бірақ әйтеуір аптасына 1-2 рет закаттар күшті батып кездері болады өзі. Табиғаттың бұлттың келісін әдемі жаңағыдай бұлттың мысалы өзінде орналасуына байланысты күндер жақсы батады да, қып-қызыл батады. Сол кезде бұлттар қызарып тұрады, бір сондай бір кезде байқайсың, сондай кезде жақсы шығады. Сурет жаңбырдан кейін жақсы шығады, мысалы. Сондай нәрселерді байқау керек көбінесе. Сол кездерде ғой. Суретке түсіру, мысалы, көбінесе светті көп талап етеді, жарықты. Күннің жарығы, мысалы, жарық жақсы болатын болса, суреттер жақсы шығады негізінде. Ең самый главный дейді ғой, жарық негізінде. Сурет жақсы шығуына себептер жақсы болады. Бірінші, бұл жаңағы көбіне план таңдаған кезде ескеретін нәрселердің сол ғой сенің түсірген кезде. Күнін обязательно түнде қалай? Түнде түсіретін кезде не істер керек? Түнде жарық қой, сол жарық болмаса қандай бір болады, көшенің бір әдемі түзуінен бір жарық орналасқан, не болмаса қазір бізде де көңіл бөлініп жатыр ғой, мысалы зданияға свет жарық береді, мысалы, сол арқылы көшенің жарығы арқылы түсіру деген сияқты нәрсе. Фотомен түсіре беруге болады кәдімгі. Мысалы,
свет таппай жатсаң, мысалы машинаның светі бар, или бір фотоаппараттың светін, екінші мысалы сотканың светін спустясын бетіңе жағып қойып тұр, мысалы жарық, ол кезде де түнде де жарық керек мысалы. Түнде жарықтарын ойнатып біраз тұруге болады, жақсы нәрсе шығаруға болады. Одан кейін түнде негізінде жалпы сурет онша қатты жақсы шықпайды негізі. Ондай шум береді. Шум деген не ол? Түнде сурет жақсы шықпайды. Көрермен, мен түсініп Қараңғыда отырмын. суреттер жақсы шықпайды. Шум деген не ол? Түн деген қараңғы ғой. Күн батқан, қараңғы, батқан деген. Шум деп жатсың ғой сен, шум береді деп жатсың ғой. Шум сұрап. Шум деген ана қара неде мысалы қарап отыратын болса, точка зерно дейді ғой. Шығып кетеді, ағарып, суреттің қанықты қара емес та, кәдімгі ана суреттің качествосы жоқ, сапасыз сурет қылып көрсетеді кәдімгі. Шум деген бір бетіне бір шаң, қара светтің бетіне бір топырақ сеуіп салған сияқты бір сондай нелер береді. Өздеріңіз де байқайсыздар. Сапасы жоқ, сапасы сурет. Ал сондай нәрселер ғой. Әділет, бізде негізінде комментарий қосылып тұр ма? Мен білмеймін, мен комментарий вообще жазылмай тұр ғой. Комментарийді соған қарағанда мен білмеймін настройкасынан. Жарайды, онда бір. По-моему, мынау кішкене не интернет қылып тұр негізінде. Қатты қылып тұр. Жақсы, екінші мәселе. Әділет, негізі сенің пікіріңдегі ең жақсы суретке, видеоға түсіретін телефондар қайсы телефон? Қандай телефон ескерек? Мысалы, мобилага жас жігіттер, жас қыздар, қандай телефон алған дұрыс? Мысалға, ол әркімнің бір мүмкіншілігі жоқ қой, iPhone ала беруге 500 мыңға. Бір жақсы. Енді мен мысалы қазір iPhone 10 ұстап жүрмін. iPhone 10-ға дейін мен Redmi-лар ұстағам. Redmi-дің 4 түрін ұстады ғой, қателеспесем. Сол кезде телефонмен сүріп жүретін. Негізінде телефонмен де жақсы кадрлар шығаруға болады. Мен Redmi, iPhone емес, Redmi-мен де мен сүріп жүрдім. Себебі қазіргі соткалар қазір примерно 1 жылдан кейін телефон өзі шаршай бастайды, сапасы кетеді суреттердің. Мысалы, телефон аласың, Redmi алсаң, 1 жылдан уже суретке түсірсең, сапасы жоқ, видео түсірсең, сапасыз болады. И телефонның өзі кәдімгідей жай жұмыс жасай бастайды. Телефонның өзі батарейкасы кетеді дейді. 1 жыл примерно ары кетсе. Себебі телефонмен ақ мысалы Redmi Китайдың телефоны, онымен де жақсы суреттер шығара беруге болады. Себебі свет дұрыс таңдау керек, локация дейді, мысалы көрініс ар жағында тау тұру керек, бұлттар ала болып тұру керек, адамның бетіне прямой түспеу керек, астылары көлеңке болады, мозаик болады, күнге адамды қаратпау керек деген сияқты сондай ракурстар жақсы қоя білу керек. Телефонның өзіне, мысалы телефонмен түсірген кезде бізде мысалы адамдар көбінесе бір-екі рет қана түсіреді. Жоқ, мысалы бір адам түсіретін болсаң 15, 20, 30 рет түсір мысалы да. Тас түсіре бересің мысалы. Ал? Күшінен бір жақсы сурет шығады дейсің ғой. Иә, мысалы бір адам түсіретін болсаң, бір жерге адам түсіретін болсаң, ол адамды ары бері қимылдатасың, былай қара, оңға қара, солға қара, аспан қара, күн, жерге қара, ойнап тұр, еркеле деп түсіре бересің. Адам өзіне істей береді, и арасында бір удачный бір сурет шығады. Қалған удачный сурет, 2 суретін аласың да, қалған 30 сурет удачный сал. И сол нәрсемен шығады. Ол 1-2 түсіргеннен шықпайды. Мысалы, әдемі бір момент салынады, күліп тұрған, или бір шашың өзі бір ары бері қараған кезде шашың былай лақтырылады, мысалы, біреу салынады. Сол сияқты. И мысалы адам түсіретін болсын да артқы фонын қарау керек. Мысалы, жақсы бір әдемі көрініс үй тұру керек, бір жапырағы жайқалған бір жасыл ағаш тұру керек деген сияқты. Бір сондай бір фондар таңдап, кез келген мысалы бір мусорный ящик тұрмау керек, бір КамАЗдың алдына істемеу керек деген сияқты. Мысалы әдемі үйге мысалы бір ағаштың фонына бір көгерген бір
бір әдемі бір қоршаудың фонына қарай адамды сол фонға түсіру керек негізінде. Сол кезде сурет ашады. Кез келген мысалы күнмен тоже ойнау керек. Мысалы күн шақырайып тұрған кезде түсірсең адамның беті ана күнге бүйтіп қалады да бүйтіп. Жырайып қалады. Айта берсең көп негізінде. Сен қолыңда басқа телефон жоқ әділет, е? Қазір екінші телефон жоқ. Бірақ телефон осы қолындағы. Телефон жоқ, бірақ телефон. Телефон. Зато андай бір сұрайын дегенім ғой, бір қандай бір хитростар бар, істейтін бір телефонның үстін басып жіберіп, бірдеңесін көрсетіп жібересің ба деп ойлағам екінші телефон болсын. Енді фотограф мысалы болашақ жас балалар, жас қыздар бар еді, өсіп келе жатқанда қаншама фотограф болғысы келетін. Мысалға фотограф болу үшін болашақтағы балалар үшін фотограф болу үшін не қажет? Не болу керек олар? Фотограф болу үшін просто жақсы көру керек айналаны, ортаңды, еліңді, бір өсіп тұрған ағашты, ойнап жүрген кішкентай баланы байқай білу керек. Фотограф негізінде психолог маман болады негізінде фотограф. Мысалы тауды, табиғатты ұнатуың керексің. Сол арқылы саған фотограф келеді деп ойлаймын. Мысалы жүрген кезде де көп айналамызда қаншама күшті нәрселер болып өтіп жатыр. Тоқтаусыз енді өтіп жатыр. Мына жақта бір бала жүгіріп өтіп кетеді. Мына жақта бір әдемі закат батып кетеді бір уақыт. Мына жақта бір апа әже кетіп бара жатады. Мысалы бір көп мысалы кетіп бара жатасың, бір әдемі үйдің кездесіп қаласың, бір кептер қасыңа қонып қалады, неше түрлі соларды байқай жүру керек. Ал солар сен адам байқаса, ол тез арада опа деп бір суретке түсіріп үлгеру керек та. Мысалы сөйтіп жан-жағын түсіріп жүретін болса, негізі фотограф болып кетеді адам. Ол бірден адам фотограф бола салмайды. Бір рет түсіреді, екі рет түсіреді, бірінші түсірген нормально болады, одан сөйтіп түсіре береді, кете береді. Бір жылда или екі жылда, ол 3 жылда мысалы мықты фотограф болып кетуі мүмкін. Ол тез арада егер тез мықты меңгерсе, бір айдың ішінде болып кетеді. Адамның өзіне байланысты. Саған әділет қанша уақыт кетті фотограф болуыңа? Осы деңгейге жетуің? Енді менің әлі үйренетін нәрсем көп, әлі білетін нәрсем көп. Мысалы мен фотоаппаратпен фотоға түсіріп жүргеніме мен шынымды айтсам бір 6-шы класстарда түсірдім ғой. 7-ші класстарда мен ауылда соңғы қоңырау бар. Алғаш қоңырау ауылда мейрамдар болады, Қордай дегенде. Қордай екен деген ауылында. Содан мен түсіріп алатын да, ағамның фотоаппараты болатын цифровой. Мен оны районға барып 25 теңгеге шығарып, ауылға 100 теңгеге сатып жүретінбіз. Ол кезде енді біздің бар ойымыз 4-5 квадраттың ішіне әйтеуір адам сыйса болды. Сол нәрсе әйтеуір. Адамдардың көздері жұмылмаса болды. Сол нәрсе болатын. Соның өзін ауылда мен ойбай фотограф, ойбай әділет деген фотограф деп айтып жүрдім сол кезде. Одан кейін қалаға келдік. Қалада той түсірдік. Тойдың ортасында біраз жүрдім. Ол кезде де мысалы тойда жүріп творчество дейді ғой. Мысалы қанша? Алматыға келіп ең бірінші фотограф болып тапқан қанша? Так, фотограф болып ең алғаш мен түсірген 4 теңгеге түсіргенмін. 6000 теңгеге түсірдім мен. 6000 теңгеге түсірдім мен. Свадьба түсірдім. Енді шыны керек бір енді Алматы жассаң сөйлеспейсің адаммен, ол психологический жоқсың, әйтеуір түсіре бересің. Тұрасаңыз маған қараңыз, болды әңгіме сол, маған қараңыз. Жоқ, оны адам фотограф түсіретін кезде ойнатасың. Клиенттің өзімен жақсы боласың, сөйлесесің, оны қалайсыздар, мынаны сұрап, психологический адаммен. Одан кейін түсіріп жатқан кезде күлдіртесіз, әзіл айтасыз, неше түрлі әңгімені айтып күлдіртесіз, сөйтіп барып түсіресіздер. Сол кезде кадр андай живой шығады да, күлкі, шынайы күлкімен шығады. Шынайы оны күлдіртсең, күл дейсің, ол күле салады. Ал егер сен оны бір нәрсе әзіл айтып күлдіртетін болсаң, енді анау шынымен күледі да, насымен приколына. Сол кезде момент ұстасаң, ой, мына тайып күшті сурет, жазғандық емес, солай суретті шығады. Күліп, солай
жүру керек та қазір адамдармен сөйлесіп ол бірден бәрі бола салмайды бірте келеді мен мысалы үйренетін нәрсемді әлі үйренерім көп енді тойға түсірмей келумен енді біраз болып қалды жарты жылдан асып кетті жүрмей тойда жүрмей Love Story түсірдік Love Story'де қазір онша түсіріп жүрген жоқпыз қазір чисто енді творчество рекламный роликтар сондай нәрселер түсіріп жатырмыз көбіне қазір сен фотодан көбірек видеоға көп мән беріп кеттің бе сонда? Сонда керек мен қазір уже бір көбіне сен видео контенттерін көбіне видеоға қарай алып барған шыны керек менде мынандай нәрсе егер музыкамен жүргізіп сондай соңғы бір апта екі апта тек сондай видеолар салып жүрсің мен енді мынандай нәрсе да мен өзім фотограф суретке түсіре беремін одан кейін мен видео оператор болғанмын неше жыл видеоға түсіре беремін монтаж жасай беремін режиссерство келе беремін да ал маған қайсысы ыңғайлы мысалы фотоға түсіру момент келді ма фотограф бола саламын или видеоға түсіру келді ма видеоны түсіре саламын деймін да енді қазіргі жағдайда видео деп айтып отырсыз ғой қазір мен әлі сен көңіліңде видеографсың ба жүрегіңде жүрегім ба арғы ішіңде екеуі де қайсысы көбірек қайсысына жақынсың соны ойламаппын екеуіне де жақын екеуін бірдей ойлаймын бірдей армандаймын бір жаққа баратын болсам фотоны тойлап тұрамын видеоны тойлап тұрамын арасында бірақ негізі жалпы фотоға жақын болады маған да солай сияқты иә фотоға жақын себебі көбінесе фотоға көңіл бөледі екенмін негізінде қазір ойламасам так әділет көрермендер үшін иә олардың енді әрқайсысының мүмкіншілігі iPhone или Android? iPhone. Canon или Sony? Фотоаппарат. Суретке түсіру үшін. Суретке түсіру үшін Canon жақсы, Sony да жақсы, Canon. Екеуінің мынандай нәрсе да. Мысалы, BMW мен Mercedes сияқты да. Біреуінің мына жағы жақсы, біреуінің мына жері жақсы. Ана жері онша емес, ана да бар, ана жер. Жалпы сондай қылып істейді да, білмеймін. Мысалы, Sony'дің бір күшті қасиеттері Canon'да жоқ, Canon'ның күшті атқаратын қасиеті Sony'да жоқ деген сияқты. Сондай нәрсе негізінен байқаған мен. Мысалы, Mark 4-пен Canon'мен де жұмыс жасадым, қазір Sony'мен жасап жүрмін. Сондай мысалы, мен Canon'мен фотоаппаратпен түсіріп жүрген кезде Sony фотоаппарат маған ұнамайтын. Мынау не кішкентай ыңғайсыз деп жүретін. Қазір мен Sony'ға өтіп, Sony'мен түсіріп жүрмін. Ал қазір Canon'ға түсірсем бір дәу, бір ыңғайсыз сондай болып қалады. Ауыр. Иә. Сондай нәрсе ана BMW мен бір Mercedes сияқты ғой. Audi-мен бір Toyota деген сияқты. Иә, оқырмандар кішірек пайдалы ақпарат болсын. Көбіне фотоға түсірген кезде адамдардың жүретін қателіктері қандай? Сен телефон бердің, суретке түсіріп жүресіз ба деп түсірді, сен быт-быт түсіріп берді да, көбіне қандай қателіктер жүреді? Бізде көбіне қателік воздух дейді. Воздух ең бірінші маңызды ауа воздух дейді. Мысалы, осы нәрсені ескеру керек. Ең алға адам суретке түсіретін кезде мысалы. Суретке түсірдің, мысалы мен қарап тұрмын дұрыс па? Ортасына ұстап тұрмын өзім, ikkiге қарап тұрмын дұрыс па? Воздух. Мысалы, екі жағы воздухы бос жер бірдей. Мысалы, басымен кесілген осындай мысалы да. Бірдей болып тұр, квадратта. Ал мен мына жаққа қараймын, қарасам, воздухты мына жаққа беремін. Мына жаққа қарадым, осы жаққа воздух беремін. Бірақ мына воздух берген жағымда, мына жағымда мен мысалы, мына жаққа қараймын, мына жақта әдемі нәрсе тұру керек та, мысалы, шөп не деген сияқты, ағаш деген сияқты. Ал мен мына жаққа қарайтын болсам, мен мына жаққа воздух беремін. Осы нәрсені алып. И мен аспан қарайтын болсам, аспанға беру керек та, төбеден. Ортаға қарайтын болсам, ортаға деген сияқты. И мысалы, алдыға жүріп бара жатамын мен. Фотограф мысалы ар жақтан түсіретін болса, жанымнан мен былай қарай жүріп бара жатырмын. Фотограф мына жақтан түсіретін болса,
менің воздухты ауа дейді ғой, бос жерді алдына беру керек, артынан азайту керек. Сол осы нәрсеге ең маңызды нәрсе осы негізінде. Сол кезде сурет шығарады. Ал бізде қазір қалай болса, біреу былай воздух мына жағында көп, біреу былай мысалы. Воздух келетін кезде мысалы мына жағында әдемі нәрсе тұру керек. Тау тұру керек, здание тұру керек, ағаш тұру керек, бір машина тұрсын, неде бір әдемі бір сурет тұрсын, картинка тұрсын, баннер тұрсын деген сияқты. Мысалы бір кітаптар тұрсын деген сияқты. Воздух деген ол мысалы бос міне қара, міне айтамын мысалы. Мына бір жігіт воздух сұрап отыр ғой, жұма 59 деген. Мысалы воздух деген ау. Апа ол 60-тағы апамыз кәдімгідей Инстаграм парақша жүргізіп жатқан қазір Қазақстандағы апаларға кәдімгідей вызов жасап жатқан атамыз. Апа, қош келдіңіз. Дұрыс воздух. Мысалы воздух деген ау, мына қараңыз мысалы. Мына бос жер ғой. Көрдіңіз бе, мен басыммен нерім бос жер. Мына бос жер, мына воздух деп бос жер айтады. Бос жерлер, бұл воздух. Мысалы қараңыз, пустой жер ғой. Мысалы мен осылай қарадым, мына жағы пустой, воздух. Дұрыс емес, мен бүйтем түсіремін. Барлығы түзу, мысалы былай қарадым ба? Былай қарадым ба? Мен кішкене аллергия болып тұр едім, бытышым шығып. Ауырым көп. Былай қарасам, мысалы мына жаққа ауа беру керек деген сияқты. Себебі адам тату көріп, мына жағын көрсету керек алдын. Ол мәселе айтып отырсың, қазір адамға байланысты айтып отырсың да көбінесе. Ол зат, мысалға, товар түсірген кезде тура соны ескеру керек па? Мысалы, бұл кісі көрпе тігеді да, көрпелерін суретке түсіреді өзі, соны Инстаграмға шығарады да, Инстаграм арқылы бүткіл Қазақстанға сатып отқан кісі да. Көрпе түсіреді. Мысалы, не тұр ғой? Неде, мысалы, кружка. Ана чай қойын. Ол чайды түсіру үшін да, қалай түсіремін? Қалай түсіретін болсам, да болады мысалы да. Бірақ енді бұл онша емес. Мен бұны қалай түсіремін? Бұны мысалы, былай қарай ала мысалы да. Артына мысалы бір фон қоям деген сияқты. Әдемілеп мысалы чайды. Осы нәрсе қойып барып, мысалы, түсіремін да мұны чайды. Арт жағында или мысалы былайынан чайды бері қарай қоямын да. Мысалы осылайынан мысалы. Былай да түсіре салуға болады мысалы әдемі. Астына қарай түсіріп мысалы да. Жасыл дауып деген сияқты. Мысалы былайынан түсіре салмау керек дейін, ортасына ұстау керек, воздух деген мысалы. Солай нәрселер ғой енді. Қазір енді. Түсірген кезде тура сол примерно ар жағындағы нәрселерімен жан жағындағы әрлеп бар. Әрлеп примерно енді қараңыз, мына жаққа мына чайға дұрыс свет түсіп тұрған жоқ. Неге? Неге жай жарық дұрыс қара болып тұр, астына керек көлеңке тұр, әдемі емес та. Неге? Свет мысалы мына ар жақта тұр да. Ал сол бер жақта отырмыз, свет ар жақта. Ана чайды жақсылап түсіру үшін мен ана столды ананың астына апарып қоямын да. Мен түсіру үшін ше. Или мына қараңыз мысалы. Или мен мына жақтан қарасам мысалы чай басқаша. Свет жағын жақындату керек деген сияқты. Әділет, мына жерде сұрап жатыр, айфонға сіз суреттерді қандай программамен өңдейсіз деп сұрап жатыр. Мына жерде Барбер Самат деген бауырымыз. Айфонға мен екі программамен өңдеймін. Біреу Snapseed деген бар. Android'да да бар, Apple'да да бар. И QuickShot деген бар. Соны көшіріп жатсамен өңдесеңіздер болады. Сол екі программа. Ар жағын өзі мысалы адамдар іздеп, өздеріңіз бояп көріп түсініп аласыздар. Айта бер. Жаңа фото планға айтайын деп тұрсың ғой сен, зат түсіру байланысты. Сіздермен былай сөйлессем болады да. Осылай сөйлессем да. Артында картинка әдемі болып тұру керек та. Картинканы таңдай білу керек мысалы.
осылайынан сөйлесуім керек та мен сіздермен. Артында сен кіріп тұрғанша мына осылайынан емес, мына қара. Былай тұратын болсам, адамдар ойлайды, мысалы, ар жағында кітап тұр, әдемі жер мысалы, мынада шөп тұр мысалы, сол сияқты. Мына жерде мысалы светтер бар, мына светтермен де ойнаса болады. Мысалы, светке тұратын болсам, мына жағына свет беріледі. Көп енді. Неше түрлі жоқтан бар жасауға болады. Телефонның светін өзіме беріп қойып, ана светімен жақындаймын. Былай сөйлесе берсем болады сіздермен. Мына жерде қазір басқаша тұрмын деп сөйлесе берсем. Себебі мына жерде төбемде тура свет тұр да. Осы светпен осылай сөйлесе беремін. Свет жағын көріңіз, свет адам өзгертеді. Мысалы, мен сіздерге былай келдім, мен бетім аққып уже светті қанық беріп тұр да. Ал мен сізде былай сөйлесетін болсам, қараңғы. Артың аққып светті. Ал нереге келіп сөйлессем де болады да. Мына свет мысалы жарқын әдемі. Свет ойнайды. Былайынан беретін болсам, мына жарты қараңғы. Свет мына жақтан беріп. Адамның өзінің ары қарай фантазиясына байланысты деп тұрсың ғой, ары адам өзі қарай отыр. Әдетте осымен біз примерно жарты сағаттай болды эфир жасағанымызға. Жаңа 20 минут өткен кезде қосылған, бір сағат 10 болып қалды. Соңғы айтар бір-екі сөзің, жаңа екінші программаны тұрап отыр, iPhone-ға қажет жаңа бауырымыз. Күйік-шот деген. Күйік-шот деген ғой. Или маған дайректке жасап, жазып жүрем. Аха. Себебі. Тек давай сен. Соңғы қорытынды сұрап отырсыз ғой. Соңғы сөзің, тілегің, осымен қоштасамыз бұйырсын. Енді бізде көп адамдар онша ізденбейді. Мысалы, күйік-шотты маған біреу айтқан жоқ, просто рекламаға шықты да. Не екен ол деп көрдім. Сөйтсем, бой программа, что-то ұнады маған. Іздеп көрдім, маған ұнады да, бояулар ұнады. Маған ешкім көрсеткен жоқ. Тағы бір программалар реклама болып шығады. Мен ізденемін, мысалы, Photoshop, анау деп. Қарап көру керек, мысалы. Іздену керек, ютубта толып тұр. Мысалы, фотограф неге қазіргі уақытта, қазір мысалы, цифрлық әлем дейді ғой, мысалы. Қазір біз екі әлемдеміз, адамдар біле білсе. Қазір біз цифрлық әлемдеміз. Цифрлық әлем, одан физикалық әлем. Фотоға жақсы түсіру бізге қазіргі уақытта керек. Цифрлық әлем өте қатты дамып жатыр. Адамдар қазір сотын ашады да, ішіне кіріп кетеді. Цифрлық әлемде жүреді. Сол адамдарға, кірген адамдарға біз жақсы нәрсе беруіміз керек. Жақсы сапалы дүние көрсетуіміз керек. Осы әдемі суреттер көру керек. Егер сапасыз нәрселер көрсететін болсақ, адамдар көрмей өтіп кетеді. Егер сенің бір табарың түсірген табарың сапасыз болатын болса, адамдар өтіп кетеді. Бір қатты бір мықты емес заттың көзін сапалы қылып шығаруға болады. Мысалы, фотошоппен жақсылап бояп жүретін болса, ана зат әдемі болып кетеді. Сондықтан мына цифрлы әлемде бізге бұл фото, видео деген өте маңызды нәрсе. Қазіргі кәдімгі көңіл бөлетін нәрсе. Бұл әшейін фотограф фото деп қарамау керек қазір моделографияны. Мысалы, кез келген өзін жарнамалап жүретін әр нәрсені, мысалы, бизнестің өзі осы бір бизнес бастайтын болсаң да оның рекламасы жасау керек. Реклама не екен? Фото мен видеоны тұрады. Фотоға жақсы тұру керек. Адам өзін реклама жасайтын болса, қалай жасайды қазір? Елдің алдына шығуға мүмкіндігі жоқ қой. Инстаграм бар, мысалы, Facebook бар, YouTube бар. Ол жаққа сен фотоға сөйлесің, видеоға сөйлесің. Сондықтан бұл маңызды. Оны үйрену керек, оны білу керек. Мысалы, егер бір нәрсе жүргізем десең, бір нәрсе айналысам десең, адамдар қазір цифрлық әлемде олардың алдынан шығу үшін осы фотоға телефонның мүмкіндігін дұрыс пайдалана білу керек. Телефонмен біраз нәрселер істеуге болады. Әшейін телефонмен сөйлесіп, бір ютубтан бір приколдар көріп отыр емес, бір жақсы дүниелер алып келуге болады. Монтаж жасай бересің, мысалы. Еркін аға, ассалаумағалейкум. Еркін аға кіріп отыр.
жатыр мына жерде тіркетіп қойсаңыздар, вот Еркін Сәтенов деген Қазақстандағы ең мықты кино, видео операторлардың бірі болып есептелінеді. Біздің Астана телеарнасынан шығып жатқан Үлкен үй телесериалының қоюшы және бас операторы осы Еркін Сәтенов деген бауырымыз. Ереке, ассалаумағалейкум, алла сізге береке берсін. Біз кішігірім мына жерде мобилография жайында сөз қозғадық. Әділет Рахметолланың біраз кеңестерін алдық. Әділет, сізге алла разы болсын, үлкен рахмет. Алла сауаптан жассын сіздеріңізге. Үлкен нәрселер, қызық нәрселер айтып кеттіңіз. Шамаңыз келіп, аллергия болып тұрсаңыз да піш етіп қайтып. Негізі көп нәрсе айтып келеді, мына кішкене мазаны алып жүрді ма. Әділет, бұл қарап Әділет. Мынау бүгін бір фото жайындаған әңгіме болды ғой. Мен осы мобильный телефонға видео түсіріп, оны монтаждау жайында сабақ өтемін. Ақысы 1000 теңге болады. Сол жерде бір нәрселер айтылатын болады. Артынан кейін тура осылай бір уақыт тауып келесі аптаның ішінде Әділет екеуміз табай тағы да осы именно мобильный телефонға қалай видео түсіру керек, содан кейін қалай оны монтаждауға болады, ол кезде тағы да ескеру керек деген сияқты мәселеге тағы да бір кездесу ұйымдастырайық, көрермендер сұрап жатса. Менің ойымша қызық болған сияқты. Осымен біздің эфиріміз бітіп жатыр. Әділет, саған рахмет. Алла саламат. Енді эфир бұйырса сақталады. Бұйырса бұл жерден көшіріліп алып, мүмкін болашақта тағы да ары қарай YouTube-қа монтаждап салып қоюымыз да мүмкін, егер жақсы шығып жатса. Енді әр қазақ үйренсін, әр қазақ білсін. Білгенімізді қызғанбай айтуымыз керек, үйрену керек. Бізге чуть-чуть кішкене болсын білсек, үйретуден жалықпаймыз ғой енді. Мүмкін Ғанияға жақсы нәрсе бастап отыр екенсіз. Әйтеуір сізге көмектесуге дайынбыз ғой. Ғанияға деген алғаш мені осы видео фотоға Алматыда жұмыс жасауыма себепкер болған кісі. Құйрықтан бір теп жүріп бар деп алғаш студияға кіргізген кісі менің ағам. Алла разы болсын Әділет, бұйырса эфир сақталады. Келесі аптада жолыққанша бұйырса осындай кезде тағы да бір кездесіп аз-маз әңгіме қозғайтын боламыз. Үлкен рахмет, ассалаумағалейкум. Әділет, саған да рахмет, ассалаумағалейкум. Жақсы, ассалаумағалейкум.